Сәлем құрметті достар. Бұл видео біздің өлкедегі қыстың ең маңызды дәстүрі соғым туралы. Бұл суық айларға етті әзірлеу салты. Соғымға көбінесе жылқының, қойдың немесе сиырдың еті таңдалады. Бүгін менің ата-енемнің де үйі соғым сойды, сол етті дайындап, тұздайын деп жатыр. Сол туралы видео түсірдім. Көріңіздер. Шұжық дейді ма? Сондай болып істей саламыз да енді шегіде. Бір ауа кетсе жетеді ол сол. Майдаларды ардақтарға береді. Болды. Ардақ болды. Ардақ болды ғой, көрген болды. Арды бересің тағы да. Ол басқа болды десең. Болды. Қоймаған есе. Әтең аман ғой сол. Әкел байла. Бажан байда ба. Оң сөйдесі тез еді. Ұстайын ба? Шықпа, жасын. Біраздан соң қуырдақ пісіреміз. Бұл қуырдақтың еті. Зіре сап. Қара ақ зіреден салмадың ба? Болды. Енемнің араластырып жатқаны бұл арал тұз. Тұздың барлығын осылай бір ыдысқа салып алды да, ішіне қара бұрыш, зіре және де чеснок қосты. Барлығын араластырып, қазір етті тұздайын деп жатыр. Тұз барады қазір. Елді қалыңды. Аттан түрмепті қойдымды. Қазір ана не болады ғой банда? Бірінің несіменен бір. Ет жағын. Шапса қайтып. Мен салам ғой сіздің. Маржан екеуміз жарысып тұздап болып кеткен жоқ па? Картанға қойын. Қайсан? Ол қазір келеді ғой ба? Тұздарымыз көп емес па? Аға. Тұздарымыз. Не? Көп емес па деймін? Бұл кірсе 15 кило ма қанша тұз кетті? Қазір 7 кило салдым. Жетпейді ғой 7 кило. Жылқының етінің тұзы басымдау болған жақсы ғой. Басында болған жақсы ғой деп, бұлтырғыдағындай жандырып қоймайды. Суға салып. Ау. Ашығылма. Ағамға бақтым. Тұз өлтік. Қашем сен сонда не істеп жатсың? Түсіргенде жұмыс па? Контент па? Не аламыз ба? Қуырдақ бастаймыз ба? А чё? Асықсың ба не? Көрдіңіз ба? Жеңшеге өзім пісіремін деп.
Var, bana kazana gelen uçağımız kolay. Arama. Şimdiden ben ne dedi? Dinken ondan kurda dindi vadak. мен ат беріп тұрамын өзі қуырып деп па Şimdiden ben dedim. мен істегенім ардақтың істегені деп қояйын да Қабырғаларды астына басасыз ба? Тұра тұра, аны етін білет. Етті басасыз бойынша. Етті басып алайық. Ішек қарын жуғанда солар түсірмен. қол тимеді ғой көзі Я. осылайша барлық етті тұздап қазанға салып қойды. Бұл ертеңге дейін осылай тұрады. Ертең оны жайып қанын сорғытатын болады. Қазір бетін жауып қоямыз. Ал мынау бөлек ыдыста тұздап жатқан ет, бұл қазының еті. Бұны да ертеңге дейін тұздатып қояды да, ертең ішекке салады. Турай өру керек еді ғой, иә? Оны ашып тастадық. Ашығанда не қылу керек қой, ертең. Не қылсақ, майдалап қосып жібереміз ғой. И қара бұрыш, иә, сол кезде қосасыңдар ма? Мынаның қара бұрышы аз емес па болды? Ішекке тұратын болсын. Иә. Соны айтып отырмын ғой. Не мына кіттейті бар әкесің бәрі? Ішекке май. Май болса да жейсің бе? Біз жемейміз. Балдар жейді. Ардақтар. Жаңа ана табақ тұрсызды ғой. Соған ғана неден қара кесі жетті машта. Жоғы, бақмаш Негізі күнін. папа сол кеңірдектің таза жерін алып берші маған. Ой, ана бір зауқайын ет қатырып тұстау керек та. Мен тапқаныз ойыңызда бар. Жоқ, бір жаздан ет алайын десең, өмір кеңірдек келмейді ғой. Бұяқ кеңірдекпен пайдаланбайды да. Мынаның суақ кетеді қазір. Оны не қыласыз кеңірдекті? Жазда алғанда. Жазда алғанда не істейсіз оны? Жаңа бір келі жұрт атынан бөлек бекер салып бізде болды не? Бекер салып бізден. Бір келі жұрт. Негізі. Өйтіп тығатын болсаң, ана яқтан да ет алып тығуға болады ғой. Несімен шегін жіңішке қаяқтан не болады еді? Болды. Ашы. Міне қазанның бетін осылайша қақпағымен жауып қойдық. Мынау қазының еті, ал мынау ішектері. Қазыны ертең тығатын болды. Меня не надо снимать. Тебя не снимаю. Бірге салатсам да. Канализацияны тыңдап көресің. Бар ғой жейтін. Оған еще асып істейтіндерін қайтесің. Неде осыған істеп отыр ғой. Қазақстан Соған барып несін түсіріп көру керек еді. апарсам барам.
Сіздер соғым соясыздар ма? Және де соятын болсаңыздар, қандай мал қолданасыздар? Қойдың етін ба, жылқының ба, сиырдың ба жаза кетіңіздерші. Және де кеңірдек не үшін керек? Соны да білсеңіздер, жазып жіберіңіздерші. Осымен бүгінгі менің видеом бітті. Видеома лайк басып, коммент қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Келесіде кездескенше сау болып тұрыңыздар.